Сәлем балалар, қазақ тілі пәнінен 8-ші сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. 31-ші тапсырма. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Ау, түйе құс. Неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң, құсың не? Ал құс болсаң, түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын, білмесең, құс ішінде түйедей бар ойымда түр денем. Түйе ішінде түймедей ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаз. Түйе құс неге ұша алмайды? Өз пікіріңді білдір. Өлеңнің пайымдау бөлігіне түйе ішінде түймедей ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе, әрі құс, мен боламын түйе құс. Бұл өлеңнің пайымдау бөліміне жатады. Осы бөлікті көшіріп жазып аламыз. Түйе құс неге ұша алмайды? Өйткені түйе құстың салмағы ауыр және денесі үлкен денелі болғаны үшін түйе құс ұша алмайды. 32-ші тапсырма. Суреттерге қара, онда не бейнеленген? Бұл суреттерде ерлан қоянмен ойнап жатқаны туралы, қоянды ұстап алып, оны ойнатып отырғаны туралы және келесі 3-ші суретте қоянды қайтадан жіберіп, қоянмен жарысып жүргені туралы бейнеленген. Мына сұрақтарға жауап бер. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоян тауып алды. Қоянның аяғына не болды? Қоянның аяғы жараланған еді. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Бала қоянның аяғын таңып берді. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Қоян жазылғаннан кейін оны орманға қайтадан апарды. Бала қоянға неліктен көмектесті? Өйткені бала қоянға жанашырлықпен қарап, оған қамқорлығын көрсетіп, қоянды қайтадан аяққа тұруына көмектесті. Керекті сөздер: бірде, көрді, аяғы сыныпты, әкелді, таңды, емдеді, тамақ берді, жазылды, еркіне жіберді. Суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құра және оған ат қой. Керекті сөздерді пайдалан. Құраған әңгімеңді жаз. Өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе? Суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрастыратын болсақ, ерлан орманда аралап жүріп, бір қоян тауып алады. Ол қоян жүре алмай жерде жатады. Оны көтеріп ұстап көрсе, аяғы жараланған болып шығады. Оны ерлан үйіне апарып, аяғын таңып, қоянды жақсы етіп, жарасыны жазып, сосын қоянды еркіне жібереді. Өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе? Иә, мен өмірімде көп құстарға, хайуанаттарға қамқорлық жасап көрдім. Бірде далаға шыққанымда мысық жаңбырдың астында қалып қойған болатын. Оны үйшікке алып кіріп, қамқорлық жасағанмын. 33-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Қалқып, ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Бұл жұмбақтың жауабы қоян. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтың түсінбеген жерлерін комментарияға жазып кетеміз. Мен сендерге келесі видеода сол сабақтың жауаптарын шығарып отырамын. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.